Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 69 сабақта біз амоним дегеніміз не тақырыбын жалғастырамыз. Біз осы уақытқа дейін алдыңғы тақырыпта айттық, амоним дегеніміз дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздер амоним деп аталады. Мысалы, алма жеміс немесе алма қимыл іс-әрекетті білдіреді. Енді осыны есте сақтау үшін жаттығуларды орындайық. 19 жаттығуда мәтінді тыңда дейді. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс олимпиада ойындары. Қазақстан елінің олимпиада чемпиондарын мақтан етеді дейді. Мына жерде суретте қараңдар, біздің чемпиондар екен. Бақтияр Артаев тұр. Мына жерде Бекзат Саттарханов және Ольга Шишигина. Осы суреттегі спортшылардың спорттың қай түрмен жеңіске жетті дейді. Бекзат Саттарханов пен Бақтияр Артаев бокстан әлем чемпионы атанды, және де олимпиада чемпиондары болды. Ал Ольга Шишигина жеңіл атлетикадан әлем чемпионы атанды, және олимпиада чемпионы аталған. Тағы қандай олимпиада жеңімпаздарын білесің дейді. Мысалы, биылғы Париждегі олимпиадада бізде Елдос Сметов алтын медаль алды, Одан кейін Нұрбек Оралбай бокстан күміс медаль алды, Одан кейін Демеу Жадыраев күміс медаль алды, Нариман Курбанов спорттық гимнастикадан күміс медаль алды, және Назым Қызайбай ол бокстан қола жүлдегер алды. Ғұсман Қырғызбаев дзюдодан қола жүлдегер алды, Осындай спортшыларды білеміз. Өздеріңнің білетін спортшыларын жазсаңдар болады. 20-шы жаттығуда жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Дәптерлеріңе осыны жазып алыңдар. Түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар дейді. Осы сөзді жазайық та, енді осы сөздердің, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріп көрейік. Қараңдар, жең дейді, екеуінде де жең деп жазылып тұр. Бірақ та біреуінде түріп жең дейді, яғни киімнің иықтан қолдың білегіне дейін жетіп тұрған бөлігі, Ал енді екінші күресте жең дегеніміз, күресте жеңіске жет дегенді білдіріп тұр. Үстем түсу, күшін басым болу, озуды айтып тұр. Енді одан кейін талып қар дейді. Талып қар деген ол, мына қолда да қар деген жер бар. Қолдың білек пен иықтың арасы қар деп аталады, Күре қар дейді, яғни қыста жауған қарды, соны күре деп тұр, Қыста жапалақтап жауатын түсі ақ атмосфералық жауын шашын. Енді 21-ші жаттығуда өлеңді көшіріп жаз дейді. Бұны да дәптерлеріңе жазып алыңдар. Шақырады шымбұлақ, аппақ-аппақ шың қызы, қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы дейді. Темірше Сарбайұлының өлеңі екен. Осы шымбұлақ туралы не білесің? Және энциклопедиядан шымбұлақ туралы біліп ал дейді. Шымбұлақ дегеніміз Алматы қаласында орналасқан Іле Алатауы шатқалының 2510 метр биіктігінде орын тепкен тау шаңғылық курорты. Талғар асуының бөктерінде бұл спорт кешені 1954 жылдан бастап тау шаңғышы спортшыларының сүйікті орнына айналған. Алғашқыда бұл кешен кеңес тау шаңғышыларының олимпиада дайындайтын базасы ретінде құрылған. Таудың кереметтей көрінісі, жұмсақ климаты мен шуағы, мол күндердің көп болуы, қар қабатының ұзақ уақыт жатуы осында туристер мен тау шаңғышы спорты әуесқойларын еріксіз өзіне тартады. Шымбұлақты желтоқсаннан сәуір мезгіліне дейін қар басып жатады. Шымбұлақта еш жерде қайталанбайтын атмосфера, ерекше рухани күш жайлаған. Мұнда демалыстың басқа түрлерінен гөрі айдындай тайғанақ мұз жолдарын қалайтын шаңғышылар, шеберліктерімен демін ішіне алып таң қалдыратын экстремалды секіретін батыл сноубордшылар келеді. Осындай мәлімет алдық, энциклопедиядан. Енді 22-ші жаттығуда суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз дейді. Қараңдар, қой, ара және мақта берілген екен. Қой дегеніміз, ол кәдімгі осындай қой деп айтуға, қой, жануар, немесе қой деп іс-қимылды айтсақ болады. Ара дегеніміз жәндік, немесе ағашты аралайтын құрал, Мақта дегеніміз ол осындай өсімдік, немесе мақтады деп айтуға болады. Біреуді мақтап, күшті, жақсы деген сияқты. Ал енді сөйлем құрайық. Атасы мен немересі жаулауға, қой бағуға кетті. Анам жаңа келген жемістерді жуып, үстелдің үстіне қойды дейміз. Менің әкемнің ара шаруашылығы бар, отынға ағаш кесуге ара керек. Оңтүстікте мақта өндірісі жақсы дамыған, немесе мұғалім Айшаны жақсы үлгерімі үшін мақтады деп жазамыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.